Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біз 4-ші сынып өсімдіктерді қалай қорғаймыз тақырыбын өтетін боламыз. Сабақтың мақсаты өсімдікті не үшін қорғау қажет екенін түсінесің. Өсімдікті қорғау жолын ұсынатын боласың. Бүгінгі біздің тірек сөзіміз көгалдандыру деген сөз. Ал балалар, өсімдік дегеніміз не? Өсімдік деген сөзге ұғым қабылдап алайық. Өсімдіктер дегеніміз латын тілінен алынған болып, тірі организмдер жүйесіндегі негізгі екі топтың бірі. Құрлықтың барлық жерінде өседі, суда кездесетін түрлері де бар екен балалар. Өсімдік не үшін қажет балалар? Өсімдік құрылыс саласында қажет екен балалар. Яғни ағаштан үйлер, жиһаздар жасалады. Медицина және дәрі-дәрмек өнеркәсіп саласында өсімдіктерден дәрілік заттар алынады екен. Тамақ өнеркәсіп саласында жеміс-жидек, көкөністер азық ретінде пайдаланады екен. Ауыл шаруашылық саласында мал азығы мен егін шаруашылығына керек екен. Көгалдандыру саласында қоршаған ортаны көркейту, ауа тазарту үшін өсімдік аса қажет екен балалар. Бүгінгі біздің тірек сөзіміз көгалдандыру. Балалар, тақырыпқа қатысты тірек сөздерді жазып алыңдар. Бұл тізімді тағы да біз мына сөздер арқылы толықтыратын едік. Қорық ұйымдастыру, ұлттық саябақ құру, қызыл кітапқа енгізу, заңмен қорғау, өсімдіктерді зерттеу және бақылау. Балалар, сендер білесіңдер ме? Қазақстанда қызғалдақ аса дамыған отаны екен балалар. Ғалымдардың айтуынша, қызғалдақтың пиязшығы Ұлы Жібек жолы арқылы қазақ жерінен Түркияға, одан әрі Голландияға өткен екен балалар. Жер бетіндегі тіршілік үшін өсімдіктің маңызы орасан зор. Өсімдікті қорғаудың бір жолы қызыл кітапқа тіркеу екенін білесің. Балалар, сендер білесіңдер ме? Еліміздің қызыл кітабына 387-ге жуық өсімдік тіркелген екен. Солардың ішінде жабайы регель және шіренг деген қызғалдақтары біздің елімізде ғана өседі екен. Оларды қазір ботаника бақтарында арнайы өсіреді екен. Балалар, тағы да сендер білесіңдер ме? Көктем мен күзде елді мекендерде көгалдандыру шарасы ұйымдастырылады. Мысалы, көктемде қала көшелеріне ағаштар мен бұтақтар, гүлзарларға сан алуан гүл отырғызылады. Көшені көгалдандыру ауаның тазаруына, ылғал мөлшерін реттеуге ықпал етеді екен. Есте сақта, жер бетіндегі тіршілікті сақтаудың маңызды жолы өсімдіктерді қорғау екен. Балалар, сендер бұл тақырыпта не үйрендіңдер? Өз өлкеңнің төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктерін жіктеп, сызба құруды үйрендің. Қандай да бір өсімдік тұқымның таралу жолын, оның ерекшелігіне байланысты түсініктер қабылдадыңдар. Өсімдікті қорғау туралы пікірлерден постер құрастырып таныстырылым жасадыңдар. Ал енді үйге тапсырма 20-шы беттегі өзіңді тексер тапсырмасы.
балалар, сендерге бүгінгі тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.